Саламатсыздарма, құрметті әріптестер. Бүгін туристік саланы дамыту мен цифрландыру мәселесін қараймыз. Бірінші сөз Ербол Қуантайұлы Мырзабасыновқа беріледі. Құрметті Олжас Абайұлы, құрметті әріптестер. Өздеріңіз білетіндей, үкіметтің кеңейтілген отырысында мемлекет басшысы туризмді дамыту бойынша бірқатар тапсырма берді. Еліміздің барлық өңірі туризмді дамытуда үлкен әлеуетке ие, алайда оны тежеп отырған бірқатар мәселе бар. Осыған байланысты саланы одан әрі дамыту мақсатында заңнамаға өзгерістер енгізілуде. Тиісті заң жобасы мәжілісте қаралып жатыр. Әкімдіктерге елді мекендерден тыс жерлерде, оның ішінде ұлттық парктер аумағында туристік инфрақұрылым салу бойынша заңнамалық өкілеттіктер беру. Бұл негізгі бастамалардың бірі, аталған мәселе егжей-тегжейлі пысықталды. Мұндай қадам негізгі туристік дестинациялардың инфрақұрылымын дамытуды қамтамасыз етеді. Туристік дестинацияларда инфрақұрылым құрылысын қаржыландыруға бағытталған жеке бюджеттік бағдарлама әзірленетін болады. Бұл ретте өңірлерде туризмді дамытуға басымдық беру үшін жаңа құзыретпен қатар жеке туризм басқармаларын құру мәселесін қарастыру қажет. Қазір тек 5 өңірде жеке басқарма бар, тағы 2 өңірмен пысықталуда. Фермерлерге өз учаскелерінде агротуризммен айналысу құқығын беру. Қазіргі таңда елімізде 200 мыңнан астам шаруа қожалығы бар. Бұл шара ауыл тұрғындары үшін қосымша жұмыс орындарын құруға, ауылдық аумақтардың әл-ауқаттарын арттыруға мүмкіндік береді. Туристік және рекреациялық қызметті жүзеге асыру үшін ұлттық парктерде жерді жалға беру мерзімін 49 жылға дейін ұлғайту бойынша заңнамалық жұмыс жүргізілуде. Бұл экотуризмді дамыту үшін инвестиция тартуға және инфрақұрылымды дамытуға мүмкіндік береді. Қонақ үй сервисінің сапасын арттыру үшін қонақ үйлерді жіктеу жүйесін реформалау жоспарлануда. Қолданыстағы критериялар 2008 жылдан бері өзгертілмеген, яғни заманауи халықаралық стандарттарға сәйкес келмейді. Туристердің сапарын жеңілдетіп жайлы ету мақсатында шекаралық өткізу пункттерінде ұйымдастырылған туристік топтарға басымдық беру, жасыл дәліз тетігін енгізу көзделуде. Қазіргі уақытта бұл механизм Ресей мен Қырғызстан шекарасында пилоттық режимде жұмыс істеп тұр. Келесі слайд. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша Алматы тау кластерін дамыту жөнінде кешенді жоспардың жобасы әзірленді. Оның негізгі мақсаты тау туризмін дамыту. Халықаралық тәжірибеге сүйенсек, тауда демалатын туристердің орташа шығыны $350 тең. Бұл көрсеткіш жағажай туризмінде $50 құрап отыр. Бірқатар басқа өңірлерде, атап айтқанда Шығыс Қазақстан облысында тау туризмін дамыту әлеуеті зор. Өздеріңіз білетіндей, мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша Қатон-Қарағай мен Зайсандағы әуежайлардың құрылысы жүргізілуде. Осыған байланысты министрлік Шығыс Қазақстан облысының әкімдігімен бірлесіп, тау туризмін дамытуды пысықтауды бастады. Келесі кешенді жоспардың жобасы Маңғыстау туристік аймағын дамытуға бағытталған. Кешенді жоспар аясында инфрақұрылымдық жобаларды іске асыру және абаттандыру жұмыстары жүргізіледі. Нәтижесінде Тұз, Байыр, Қызыл Құп, Торыш, Айрақты сияқты бірегей туристік орындар қолжетімді болады және жаңа объектілердің ашылуына мүмкіндік жасалады. Сонымен қатар экотуризмді ілгерілету мақсатында ұлттық парктерді дамыту бойынша жұмыс жүргізіліп жатыр. Соңғы жылдары туристік соқпақтарды негізгі инфрақұрылыммен қамтамасыз ете отырып, 8 сапар орталығы ашылды. Нәтижесінде ұлттық парктердегі экотуристердің тұрақты өсуін байқаймыз. 2024 жылдың қорытындысы бойынша 14 ұлттық паркке 2,8 миллион адам барып, келушілердің саны 2020 жылмен салыстырғанда 18%-ға өсті. Артып келе жатқан сұранысты қанағаттандыру үшін әрбір ұлттық паркты негізгі туристік инфрақұрылыммен қамтамасыз ету және жаңа сапар орталықтарын салу жоспарланып отыр. Сонымен қатар барлық ұлттық парктерде Бурабайдағы секілді кіру жүйесін цифрландыру қажет. Дәл осындай жұмыс басқа да өңірлерде туризмнің әр түрін дамыту үшін іске асырылатын болады. Әсіресе туризмнің этномәдени, балалар мен жасөспірімдер, медициналық, сауықтыру, іскерлік, караванник және автотуризм секілді түрі басымдыққа ие. Оқиғалық туризмді дамыту үшін Қазақстан Travel ұлттық туристік порталы негізінде іс-шаралардың бірыңғай күнтізбесі әзірленді. Оған туристерді қызықтыратын іс-шаралар кіреді. 2024 жыл күнтізбеге 137 іс-шара енгізіліп, оның 80% Астана мен Алматыда өтті. Осы орайда өңірлік әкімдіктерді әр облыста өтетін ірі шараларды
күнтізбеге енгізу жөнінде ұсыныстар беруге шақырамын. Сонымен қатар шараларды жүйелеу маңызды, яғни шараларды тұрақты негізде жыл сайын өткізу, оларды халықаралық күнтізбеге қосу, жарнамалау арқылы оларға келетін шетелдік туристердің санын арттыру. Осыған орай әр аймақта туристерді тартатын жылына кем дегенде бір ауқымды шара өткізу ұсынылады. Бұл әр өңірдің туризмін ілгерілетуге оң әсер береді. Мысалы, Digital Алматы халықаралық цифрлық форумы, Шығыс Салбұрыны халықаралық бүркітшілер фестивалі, Мұзфест экспо кешенінің алаңындағы өтетін қысқы фестиваль, Бурабай Айс, Бурабай көлінде ұйымдастырылатын мұздың үстімен жүгіру іс-шарасы. Осы және басқа да үкімет деңгейінде қабылдаған шаралар нәтижесінде 2024 жылдың қорытындысы бойынша туристік сала тұрақты өсімді көрсетіп отыр. Ішкі туристер саны 15 миллион адамды құрап, 2023 жылмен салыстырған 900 мың адамға артты. Жалпы елімізге әртүрлі туристік мақсатта 15-3 миллион шетелдік қонақ келген. Бұл жерде жұмысқа немесе тұрақты тұруға келгендер есепке алынбаған, ескерте кетейік. Оның ішінде 14 миллион адам елімізде бір күннен астам уақыт өткізді. Біз оларды шетелдік туристерге жатқызамыз. Демалуға делегаттар достарына немесе туыстарына келген қонақтардың барлық дерлік туристер есебіне алынады. Себебі олар елімізге келіп орналастыру орындарынан бастап тамақтану, көлік және басқа да қызметтерді пайдалана отырып, экономикаға оң әсерін береді. Алайда статистика бойынша аталған 10 миллион туристің 9 миллионы орналастыру орындарына тіркелмеген. Қазіргі уақытта шетелдік келушілерді есепке алу ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің статистикасы бойынша, ал ішкі туризм туралы деректер орналастыру объектілерінің есебі негізінде қалыптастырылады. Сондықтан осы есеп статистика жүйесін жетілдіру үшін келесідей шаралар ұсынылып отыр. Туристік ағынды дәл бағалау үшін ұлттық статистика бюросына ұялы байланыс операторларының деректеріне қол жеткізуін қамтамасыз ету керек. Сонымен қатар оның экономикалық үлесін талдау үшін банк карталарының транзакцияларының негізіндегі туристердің шығындары туралы ақпарат қажет. Туристерді тіркеудің тағы бір тәсілі e-қонақ ақпараттық жүйесі болып саналады. Жүйе көші-қон бақылау және туристер ағымын талдау үшін құрылды. Жүйені енгізу арқылы келесідей маңызды өзгерістер жасалды. Біріншіден, туристерді тіркеу міндетті, оларды күтіп алатын заңды не жеке тұлғаларға жүктелді. Яғни, егер шетелдік азамат қонақ үйге тоқтаса, оны отель тіркейді, пәтерге тоқтаса, жалға беруші тіркейді, ал егер достарына немесе туыстарына қонаққа келсе, оны тіркеу шақырған үй иесінің міндеті болып саналады. Оны жеңілдету үшін біз e-қонақ арнайы ақпараттық жүйесін әзірледік. Оны 500 миллионға жуық азаматымыз пайдаланады. Әркім оны жүктеп, қонақтар туралы деректерді толтырса жеткілікті. Екіншіден, жүйе туристің портретін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Үшіншіден, e-қонақ Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігінің көші-қон полициясының ақпараттық жүйесімен байланыстырылды. Алайда жүйені енгізу барысында шетелдік азаматтардың келуі туралы хабарламаны қарсы алушылардың барлығы бірдей жібермейтіні анықталды. Осыған байланысты барлық мүдделі мемлекеттік органдардың желісі бойынша халық арасында және орналастыру орындарының барлық түрлерінде шетелдік қонақтарды тіркеу қажеттілігі туралы ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізу маңызды. Бұл заңнаманың талабы. Тағы да бір маңызды іс-шара өткен жылдың соңында неономад визасы енгізілді. Ол шетелдік азаматтарға Қазақстанда жыл бойы тұруға мүмкіндік береді. Қазіргі уақытта визаны Қазақстан Республикасының шетелдердегі мекемелер арқылы ғана рәсімдеуге болады. Рәсімді оңайлату мақсатында оны визалық көші-қон порталы арқылы электронды форматта рәсімдеу мүмкіндігін енгізу ұсынылады. Бұдан басқа мақсатты аудиторияға бағдарлана отырып, Сыртқы істер министрлігі мен Мәдениет және ақпарат министрлігінің ресурстары арқылы осы виза туралы хабардар етуді күшейту қажет. Келесі бір маңызды бағыт шопинг туризм. Такс-фри жүйесі туристердің сатып алу белсенділігін ынталандырудың тиімді құралы болып саналады. Бұл жүйе көптеген дамыған елдерде жұмыс жасайды, ал бізде 2019 жылдан пилоттық режимде Астана, Алматы, Шымкент және Түркістан қалаларында енгізілген. Аталған жүйе аясында шетелдік туристер 4,9 миллиард теңгеге тауарлар сатылды. Орташа сату чегі 837 мың теңгені құрады. Бұл әлемдегі топ 10 елдің қатарындағы көрсеткіш.
Жүйені жетілдіру үшін келесідей іс-шараларды жүзеге асыру ұсынылады. Такс-фри жүйесін пилоттық режимнен тұрақты жұмыс режиміне ауыстыру мүмкіндігін қарастыру. Аталған жүйені еліміздің барлық өңіріне енгізу, өтініштердің беру процесін цифрландыру. Шетел туристерінің Қазақстанға келу ақпарат іздеуден басталады. Цифрлық дәуірде олар қажетті қызметтерін, әуе билеттерін, қонақ үйін, турларды онлайн сатып алады. Ал елге келгенде навигация үшін түрлі карта және саяхат сервистерін қолданады. Министрлік туристің жол картасын зерттеп, оның бойындағы сервистердің шашыраңқы екенін анықтады. Бұған қоса кейбір қызметтер мүлде цифрландырылмаған, мысалы ұлттық парктер не музей қорықтарға онлайн билет алу мүмкін емес. Бүгінгі таңда Қазақстан Тревел ұлттық туристік порталында жалпы саяхатшыларға арналған қажетті ақпарат 8 тілде қолжетімді. Оның ішінде туристік бағыттар, көрікті жерлер, оқиғалар, өзекті мәліметтерді ұсынады. Сонымен қатар виртуалды 3D турлар мен туристік операторлардың тізілімдері жарияланған. 2024 жылы порталға шамамен 700 мың адам кірді. Бұл оның саяхатшылар үшін басты навигатор ретінде маңыздылығын растайды. Алайда бүгінгі таңда туристке қызметтерді брондауға қажетті барлық сервисті біріктіретін бірыңғай экожүйе қарастырылмаған. Сондықтан Travel-стан бірыңғай мобильдік қосымшасын жасау туралы бастама көтерілді. Оның негізгі функционалы жасанды интеллектке негізделген көмекші, яғни туристерге қонақ үйді брондау, билеттерді сатып алу, гидтер мен маршрутты табу, такси шақыруға көмектесетін және басқа да қызметтерді бір цифрлық кеңістікте біріктіретін қосымша болады. Аталған жоба цифрлық даму министрлігімен алдын ала келісілді. Енді оны қаржыландыру мәселесін қарастырып жатырмыз. Әзірше тез шешім ретінде туристерге арналған QR-код жүйесі енгізіліп жатыр. Кейде туристер келген бетте такси, байланыс, валюта сияқты қызметтерден алданып қалып жатады. Оның алдын алу үшін QR-код жүйесі жасалды. Оның ішінде такси, электронды сим-карта, қонақ үй брондау, негізгі ақпарат пен тіркелу қызметтері жинақталды. Бұл QR-кодтар еліміздің 4 қаласында, яғни Астана, Ақтау, Түркістан және Шымкент қалаларында орналастырылған. Қазіргі таңда аэропорттар QR-кодты орналастыру үшін қосымша қаражат сұрайды. Осыған орай тәжірибені кең тарату үшін тиісті әкімдіктер мен көлік министрлігінің қолдауы қажет. QR-кодты барлық әуежайларға, вокзалдарға және шекара өткелдеріне орналастыру керек. Келесі бастамамыз цифрландыру арқылы гидтердің қызметін реттеу. Қолданыстағы реестр туристерге өзіне қажетті гид табу, оған хабарласу және оның кәсіби біліктілігін тексеру мүмкіндігін шектейді. Сондықтан министрлік тапсырысы бойынша гидтерге арналған бірыңғай цифрлық платформа жасалған. E-гайд цифрлық жүйесі аталған мәселелерді шешіп қана қоймай, мамандардың білімін тексеруге, біліктілігін арттыруға және қосымша білім беруге мүмкіндік береді. Тексерістен өткен гидтер бірыңғай стандарттағы бейджик үлгісін алады. Осы бейдж арқылы біз ресми әрі білікті маманды бейресми қызметкерден ажырата аламыз. Қазіргі таңда жүйеде 380 гид тіркелген, оның 94-іне бейдж табысталды. Осы тәжірибені кең тарату үшін жергілікті басқару органдары, ғылым және жоғары білім оқу ағарту министрліктері тарапынан гид мамандарын дайындайтын бағдарлама әзірлеуге атсалысуды сұраймыз. Кадрлар даярлау бойынша халықаралық туризм және меймандастық университеті Қазақстанда алғашқылардың бірі болып триместрлік оқу жүйесін енгізді. Бұл формат студенттерге бакалавр дәрежесін 3 жылда алуға мүмкіндік береді. Оқу мерзімін тиімді қысқартуға мүмкіндік жасайды. Оқу үрдісінде дуалды оқыту моделі табысты қолданылуда. Бұл модельді 60% өндірістегі тәжірибеден 40% университетте теориялық білімнен тұралды. Университет бизнес процесстерді цифрландыру жүйелі түрде жүзеге асырылады. Оның бір көрінісі мультимедиялық студияның ашылуы. Оқу үдерісі ақпараттық жүйеде толық цифрландырылған. Студенттерді тіркеуден бастап, бағалау мен үлгерімді бақылау дейінгі барлық қызметтер біріктірілген. Қабылданған шаралардың нәтижесінде былтыр университет бітірген 460 студенттің 92% өз мамандығы бойынша жұмысқа орналасты. Қорытындылай келе туризмді мемлекеттік қолдау шараларын цифрландыруға тоқталуға рұқсат етіңіздер. Өздеріңіз білетіндей, туристік саланы дамыту мақсатында 2022 жылдан бастап 7 мемлекеттік қолдау шарасы іске асырылуда. 2024 жылдың қорытындысы бойынша мемлекеттік қолдау көлемі 2023 жылмен салыстырғанда
2,5 есе ұлғайып 2,1 миллиард теңгені құрады. Мемлекеттік қолдау шараларын цифрландыру, кәсіпкерлердің өтінімдерін қабылдау, қарастыру және мақұлдау кезеңдерінің уақытын азайтып, қысқа мерзімде шешім қабылдауға мүмкіндік берді. Назарларыңызға рахмет.